Әлгі жігіт кім? Сендердің үйлеріңе келгістеп кетті ғой өздері. Таный қоймадым, келгіштеп жүр ғой әйтеуір. Көлігіне, жүріс-тұрысына қарағанда мықтылардың біреу ау деймін. Бүгінгінің мықтысы жеуден, алудан мықты болып жүр ғой. Солардың бірі шығар. Адал ақша табу арман болып кетті ғой бәрімізге. Жеп жүргендердің біреуі шығар. Қашанғы жет дейсің. Қанша жегенмен желкілерден шықса да қоймайды өздері. Сау болыңыздар. Аман бол қарағым. Әке, сұрақ қоюға бола ма? Сұрай ғой. Әке, сіз көп ақшаны қалай табасыз? Көп ақша деймісің? Ақша табу осы жерден басталады. Мен ғана емес, мына жұмыс істеп жүрген кісілердің бәрі осы заводтан ақша табады. Біз елге қажетті өнім шығарамыз. Сол өнімдерді шетелге сатамыз. Біздің ақшамыз балам. Еңбегіміздің жемісі. Осы жағдайға жеткенге дейін небір қиындықтардан өтуге тура келді. Ал сол қиындықтардан өтуге маған не көмектесті деп ойлайсың, балам? Білмеймін, әке. Маған көмектескен менің алға қойған мақсатым, адал еңбегім, күш-жігерім. Мына кісілердің бәрі менің адалдығыма сәйкес. Сондықтан да біздің ісіміз берекелі әрі пайдалы. Балам, адамдардың ортасында адалдық болған кезде сенім болады. Сенім бар жерде алынбайтын қамал жоқ. Әке. Адалдық елдік мұрат. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.